Құрма пальмалар тұқымдасының пальма тегінің биологиялық түрі. Тік шаншылып 24 метр биіктікке дейін өсетін құрма пальмасы көбіне ыстық климатты аймақтарға тән. Құрма өсіру шаруашылығымен айналысатын араб елдері Сауд Арабиясы, Ирак, Алжир, Мысыр, Судан мемлекеттері жатады. Аталық және аналық болып бөлінетін құрма ағашы ескі жапырақтарының түбімен біріктіріліп өріліп өседі. Ерекше көрік беріп тұрған төбе жағындағы әдемі шашақты жапырақтарының ұзындығы 5 метрге дейін жетеді. Отырғызғаннан 4-5 жылдан кейін барып жеміс бере бастайды. Салмағы 8 килограммға дейін жететін бір шоғырында 1000-нан аса жеміс бітеді. Әр ағашының 40-80 килограмм жеміс алуға болады. Шамамен 150 жылға дейін өмір сүреді. Әжуа құрмасы. Бұл құрма түрі адам ағзасын түрлі у мен бактериялардан тазартады. Емдік қасиеті мол жеміс түріне жатады. Жүрекке де өте пайдалы. Бәрәне құрмасы. Бұл құрманың тойымдық қасиеті мол. Аш адам осы құрмадан жесе тез тояды. Ас қорытуға да пайдалы. Құрма адамзат баласының барлығына танымал, ең көне жеміс болып табылады. Өзінің нәзік, тәтті әрі қонарлы сипатымен қазіргі таңда да көптеген әлем елдеріндегі маңызы зор жеміс болып отыр. Ғалымдар бұл жемістің барлық жаңа қырын және таңқаларлық ерекшелігін әрі таңдаулы ас екендігін ғана емес, небір түрлі ауру сырқаудың таптырмас емшісі екендігін анықтап отыр. Дәрігерлер әйел адамдарға жүктілік кезінде және де босанатын күні үзбей осы жеміс шырынын ішуге және оны жеуге кеңес береді. Себебі бұл жеміс шырыны ағзаны әлсіреген анаға күш береді. Сонымен қатар босанушы әйелдің ағзасында жаңа туылған нәрестеге өмірінің ең алғашқы сәтінен бастап өте қажетті ана сүтін құрайтын химиялық реакцияның жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Есте болар жайт, құрманың құрамында ойдың жүйелі болуына және денсаулыққа пайдалы 10 түрлі элемент бар. Бүгінде ғалымдар адам баласының тек құрма мен суды азық етіп, бірнеше жыл өмір сүре алатындығын анықтап отыр. Ашығу, диетология. Ашығу саласының беделді маманы доктор Доусон бір құрма мен бір стакан сүт адамның ағзасын бір күндік қажетті заттармен қамтамасыз ете алады деген тұжырым жасаған. Құрманың пайдасы аса керемет. Соңғы жылдарда жүргізілген зерттеулер нәтижесінде құрманың көптеген қасиеттері ашылған. Атап айтқанда, ол құрманың қасиеттерін былай жүйелеуге болады. Протеин, май, көмір суын үшеуін қатар қамтитын бірден бір жеміс. Жас құрма теріге оң ықпал етеді. Жүктілік пен күнге күйеуден түскен тақтарды кетіреді. Құрамындағы темір қан аздыққа пайдалы. В1, В2 дәрумендерінің қатар кездесуі бауырды сауықтырады. Тамақ ауруына, жөтелге өте пайдалы. Қатерлі ісіктен сақтайды. Жүрек қан тамырларына таптырмайтын ем. Құрамында фосфор мен кальцийдің молдығы сүйек ауруларынан қорғайды. Жүйке жүйесінің шаршауын басады. Мидың жұмыс істеу қабілетін күшейтеді. Ас қорытуға пайдалы. Тойымдылық қасиеті өте жоғары. Балғын құрманың бойында 60-65%, ал кепкен құрманың құрамында 75-80% қант болғанына қарамастан адамдарды мүлдем семіртпейді. Жүкті әйелдерді жеңіл босануға септігін тигізеді.
Сонымен қатар құрмада ағзаға тез сіңетін және де жылдам ыдыраушы қант шырыны бар. Ол ағзаның белсенділігін арттырып, жылу күшімен қамтамасыз етіп отырады. Құрмадағы қант шырыны ағзадағы қан құрамын мөлшерден асырушы кәдімгі қанттан, яғни глюкозадан айырмашылығы көп. Қан құрамындағы қанттың көтерілуі бірнеше сырқаты бар жандар үшін де өте қауіпті. Соның ішінде қант диабеті кезінде. Қан құрамындағы қанттың көбеюі ішкі ағзаларға зиянын тигізеді. Ең бірінші бүйректің, көздің, жүрек бұлшық етінің жүйке талшықтарының қызметін бұзылады. Қанттың көбеюі нәтижесінде көптеген аурулардың ауыр түрінің себебі және де көру қабілетінен айырылуға, мүшелердің жансыздануына, бүйрек ауруына және де қант диабетінің ауыр түріне апаруы мүмкін. Достар, бүгінгі мәліметім қызықты болса, лайк және комментарий қалдырып, подписаться кнопкасын баса кетіңіздер. Сіздерге алдағы уақытта құрма туралы өте көп видеолар жүктейтін боламын. Адам мен құрманың ұқсастығы туралы білесіз бе? Мен сол адам мен құрманың ұқсастығы туралы үлкен мәлімет жүктеймін.